Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында туризмді дамытудың жол картасы жасалды. Тау баурайындағы 75 гектар жерге және үлкен көл жағалауына жаңа демалыс орындарын салу жоспарланған. Қазір инвесторлармен келіссөз жүргізіліп жатыр. Бұғылы тауы маңында саябақ, қонақ үйлер, шаңғы базасы бар үлкен туристік кешен салынады. Табиғаты көркем таулы аймаққа баратын күре жолда жөнделіп жатыр. Толығырақ тілшіміз Руслан Нұрланұлы баяндасын. Айжан Оңғарбай аудандағы ең жас кәсіпкер. Ол әлеуметтік мәдени демалыс қызметі мамандығы бойынша жоғары оқу орнын бітірген. Бүгінде өлкеде экотуризмді дамытуды қолға алған. Шағын кәсібімен 20-дан астам адамды жұмыспен қамтып отыр. 5 адамның айлығы мемлекет тарапынан субсидияланады. Сұлу табиғатқа қызығып келушілер өте көп. Сондықтан биыл демалыс аймағын кеңейтуде. Маусым айының 20-сына кейін ашамыз. Ана жерден сезонная горка болады, балаларға арналған. Және де ана жерде ипподром, ашық аспандағы кинотеатр. Өлке туризмін дамыту үшін өміршең жобалар қажет. Салаға қатысты жол картасы кәсіпкерлер форумында талқыланды. Жүзеге асырылып жатқан ерекше жобалардың бірі қала маңындағы тоған жағалауын абаттандыру. Келешекте бұл жер көпшілік демалатын орынға айналады. Бізде бір 85% жұмысы бітіп тұр. Енді шамалы июль айында толық аяқтаймыз деген жоспарда бар. Бұл жер енді келген қонақтарға демалатын орын болады. Беседкалар, пирс, сондай шомылып демалуға жақсы бір демалыс орны болайын деп тұр. Енді қазір шын тазалау жұмыстары бар. Сол жұмыстарды атқарып біткеннен кейін суын толтырамыз. Су шамамен бір 2 күнде толады деген жоспарда бар. Қарқаралы қаласының жанындағы үлкен көл жағалауы мен Бұғылы тауының баурайынан да туристік нысан салуға жер телімдері берілмек. Қала іргесіндегі Бұғыл деп аталатын мына таулы өлкеде келешекте 70 гектардан астам алқапқа үлкен туристік кешен салу жоспарда бар. Ол 5 бөліктен тұрады. Мысалға бірі шаңғы базасы болса, енді бірі тыныш демалысты жақсы көретіндерге арналған. Қазір бұл маңға әлеуетті инвесторларды тарту бойынша келіссөздер жүруде. Содан кейін жобалық сметалық құжат дайындалады. Туристер көптеп келу үшін бірінші кезекте жол жақсы болуы тиіс. Қарқаралы ауданындағы туристік кластерді дамыту үшін облысымызда бізде жол картасы бекітілген. Сол жол картасына сәйкес өздеріңіз білесіздер, республикалық маңызы бар жол Қарағанды Аягөз Бұғаз жолына орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда осы жолдың 54 шақырымына орташа жөндеу жүргізілген болса, осы жылы тағы да 53 шақырымына жөндеу жүргізілетін болады. Бүгінгі таңда Қарқаралыда 40-қа жуық демалыс орны жұмыс істеп тұр. Олар тәулігіне 3000 адамға қызмет көрсетеді. Руслан Нұрланұлы, Сайран Ақымбаев, Зарина Зұлпықар, Қарағанды облысы, хабар.